ИП-ны жабудың режимдерін талдап шықтық. Енді бізде ең жиі кездесетін екінші режим, яғни упрощенный режимде ИП-ны жабуды толығымен талдайтын боламыз пошагово. Керекті жерлерін түртіп алып, видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен ИП-ны жаппас бұрын қандай да бір салықтар бойынша қарызыңыз бар ма, соны тексеріп алуыңыз қажет. Себебі, егер пеня қарыздар қалып кеткен болса, онда сіздерге ИП-ны жабуға рұқсат бермейді. Ол үшін Google-ға осылай жеке кабинет, яғни салық төлеушінің жеке кабинеті деп басамыз. Ең бірінші тұрған мемлекеттік кірістер комитеті дейді. Соны таңдап кіреміз. Осында терезе ашылады. Мұнда автоматты түрде кіріп тұр. Сіздерде ЖСН немесе ЕЦП арқылы кіру деп тұрады. Көбінесе ЖСН арқылы кіргенде бізде құпия сөз сұрайтындықтан оны көпшілігі біле бермейді. Сондықтан бізде ЕЦП арқылы кірген тиімді болады. Кірдік, осындай бізде жеке кабинет ашылды. Енді мұнда тұрған бөлімдердің барлығынан қарызымыз жоқ па қарап шығамыз. Ең бірінші формы налоговой отчетности дегенді қараймыз. Журнал форм деп басамын. Яғни бұл дегеніміз жеке кәсіпкердің есептері толығымен өткізілді ме, соны қараймыз. Мұнда УГД-ны таңдаймыз. Өзіміздің салықтық органды қай қалада сіздің жеке кәсіпкерлігіңіз тіркелген, соны белгілейміз. Найти деп басамын. Сол кезде астында осылай терезе шығады. Яғни 2024 жылдың бірінші, екінші жарты жылдығында есептерді толық, яғни отчеттарды тапсырдыңыз ба, сол осында шығып тұрады. Разнесена деген ешқандай қарыз жоқ, тапсырылғандығын білдіреді. Екінші, лицевой учет дегенді қараймыз. Ең бірінші таңдаймыз лицевой учет деп. Запросить сальдо деп басамыз. Сонда осындай терезе ашылады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, зейнетақылық төлемдер, сол бойынша қандай да пеня қарыздар қалып кеткен жоқ па, соның барлығы осы жерде шығып тұратын болады. Менде қарасаңыздар, менің клиентімде үш жерде қызылмен минуста тұр. Бұл дегеніміз қарыздың қалып кеткендігін білдіреді. Алдымен осы қарыздарды толығымен жабуымыз қажет. Ал жасылмен тұрған ешқандай қарыз жоқ. Кей кезде плюс белгісімен тұрады суммалар. Ол дегеніміз сіз қандай да бір налогты артық төлеп қойсаңыздар, осында суммасы шығып тұрады. Артық төленген сумманы e-салық приложениесіне кіріп қайтарбасаңыздар болады. Настройки бөлімінде артық төленген сумманы қайтарып алу деген бөлімшесі бар. Сол жерден таңдап қайтарып алсаңыздар болады. Енді мұнда қалып кеткен қарызды төлеу үшін кез келген мобильді қосымшаға кіреміз. Каспи болсын, басқа да банк қосымшаларында ИП-ның штрафтарын, налогтарын төлеу бөліміне кіріп төлеп тастасаңыздар болады. Міндетті түрде пеняны төлеу деп басасыздар. Ол төленген қарыздар бізде 1 немесе 3 күн аралығында түсетін болады. Және екінші жолы Google-ға осындай салық бойынша қарыздар деп жазасыздар. Ең бірінші тұрғанда таңдаймын. Осында терезе ашылады. Мемлекеттік кірістер комитетінің осындай сайты, порталы. Осы жерге салық төлеушінің имін жазасыздар. Сол кезде сіздерге бүкіл қарыздар осы жерде шығып тұратын болады. Подробнее басып, қай бөлімде қарыз кетті, соны көрсеңіздер болады. Міне мына жерде подробный батырмасын басамыз. Сол кезде осындай терезе ашылады. Мұнда жік-жігімен барлығы көрсетілген, қай жерде қарыз кеткені. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақылық төлемі кезінде 31 теңге төленбей қалып кеткен екен. Қалғаны әлеуметтік төлемдер, медициналық сақтандыру барлығында 00 тұр. Көбінесе осы задолженность бюджет деп ең төбесінде тұрған сумманы түсінбей жатады. Сол үшін міндетті түрде подробный басасыздар, ең астына түсесіздер де қай жерде қарыз кетіп тұрғанын осылай көріп аласыздар. Енді осы қарызды Каспи приложение арқылы төлейтін боламыз. Каспи приложениесінде қазір запись экраны жоқ, сондықтан қалай төлеу керектігін осы жерге жазып кететін боламын. Ең алдымен Каспи қосымшасынан кіріп, платежи бөлімін таңдаймыз, С деп басамыз. Одан кейін штрафы и налоги бөлімін таңдаймыз, соның ішіндегі платежи для ИП деп басамыз. Ары қарай жұмыс берушінің міндетті зейнетақылық төлемдері деп таңдаймыз. Сіз қай жерде пеня қарыз қалып кетті, соны міндетті түрде таңдайсыз, және де төлейтін кезде тип деген жерге пеня деп қою қажет болады. Болды, ары қарай төлей бересіздер.